2024 жылы Олжас Уәли мырзамен ашық подкастта ажырасқан әйел біз секілді салиқалы әйелдердің күйеулерімен жолмаса деп айтқан сөзіңіз бар. Қош жібер. Ол орыстың қызына қосқан жоқ, ол қазақтың қызына. Көрдің бе, бізге бұлап кетті уже. Сондықтан да қазақтың қыздары айналайындар. Біздің бойымызда бүкіл қасиет бар. Сендер қақи жүріңдер дейді. Былай жүріңдер. Патшайымдай отбасы бар еркек деген, мен сендерге айтайын. Қызылмен өтіп кеткен бір. Сен қазір қызылдан светофордан өтіп кетші. Пәленбай штраф төлейсің, өлесің. Встречныйға шығып кетші қазір. Лоб на лоб соғыстың өлді. Қарама сен. Неге қарайсың сен? Отбасы бар ағайма, 10 жерден супер ағай болсын. Сәлематсыз ба қайда? Пит-пит-пит қажағын. Жігіттер де сондай. Қарамаңдар үлкен апайлар. Неге қарайсың? Апай, сәлематсыз ба деп бүйтіп қарады өтіп кетті. Басың дейді. Міне қыздар, осындай сендерде бар ғой, кәдімгідей мықты стержен болу керек. Өздерінің теңдерің бар. Таңдап жүріп, шекесінен шәртіп жүріп таңдандыр. Біздің қазақтың жігіттері қандай бірінен береді, сақа. Біздің жігіттерді бар ғой, сүміретпеңдер ешқашанда. Біздің қазақтың жігіттерінің алды тар арты кең. Қазір сендерге жадный сияқты болып көріне ма? Экономичный олар. Ақшаны босқа шашпайды, тез байысыңдар. Сондықтан да қазақтың жігіттеріне күшті көзқараспен қараңдар. Сендер күшті көзқараспен қарасаңдар, сендер көрінгенге қол жауып болмасаңдар, жігіттер сендерді сыйлап